көңіл күймен келгенін көрдік тұр. Мен тек бұл кісі жарыстырып жатқан жоқ, азғантай ортаға шығып бір сыйлықтарын ұсынайық деген. Мына үйдің балдары сыйлық көп дайындаған. Экран бар ғой бізде? Жоқ, қазақтың тойы мақал мәтелі көрсетейін деп отыр. Көрсетші бізге. Қарап отырғанша деп жатыр. Бір-екі сыйлық таратсай, сосын құдаларға беремін. Көршілер бар, сосын үлкендер отыр. Bir үшеуін ба қояйық, уақыттамай қояйық. Құрметті ағайын, видеоға қарап, қандай мақал екенін тапсаңыздар, қол көтеріңіздер. Қандай мақал екенін тапсаңыздар, қол көтеріңіздер, видеоға қарап отырып. Ана кісі қол көтерді, мен барайын. Қандай мақал? Бір тал кессең, 10 тал ет. Дұрыс, сол мақал ғой, бір сыйлық береміз, той құтты болсын. Бір тал кессең, 10 тал ет. Апас береміз. Келесін көріңіздер, келесін. Келесі, ол да мақал, сол видеоға роликтер жасалған. Мысалға, мынау қандай мақал өз асықпай көріп ала берсеңіздер болады. Міне, көрші қол көтерді. Көрші қол көтерді. Қандай мақал аға? Астан алғанша жақын болды. Оған құсамайды, соған құсайды, бірақ ол емес. Мына кісі күш бірлікте деген сөз бар, бірақ ол мақал емес. Соған құсайды. Bir мүмкіндік жасай тағы да. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Дұрыс, шапалақ ұрып қояйық. Сол мақал. Әне, жұмылымен бәрі жеңіл болып кетті ғой анау өзіне өзі. Көршіге бір сыйлық беріңіздер. Көрші апама, ана кісіге апарып бере беріңіз. Келесі бір көрейік. Сонымен мынау да мысалға, мынау да көп айтыла бермейтін сөз мынау да. Мақалда мысалға міне апа, бірінші ода кісі қол көтерді, мен көріп отырмын ғой. Бұл да көп қолдана бермейтін мақал, бірақ тыңдайық апам, айтсын. Отқа тастама. Биікке өкпелеп, тоныңды отқа тастама. Дұрыс апа, сол мақал. Ана кісіге. Тағы біреу. Ана кісілерге қол көтеріп отыр, негіз, бірақ бара алмай жатыр, үлгермей жатырмын ғой енді. Aldınız mı apa? Babanı aldın mı? Kim gelmey durdu? Bardım koy sizge. Qanday maqalni aytsan, barayın qasınız.